игі жақсыларым, бүгін сіздерге үш ағзаттан, үш қана көкөністен өте дәмді шығатын қызылша салатын көрсетемін. Ол үшін видеоны соңына шейін көріп, және де лайк басып, тіркеліп, егер ұнап жатса, достарыңызбен бөлісіп қойсаңыздар болады. Ол үшін кәдімгі ақ капустаны майдалап тураймыз да ыдысымызға салып аламыз. Егер де сіздің сәбіздеріңіз ірі болса, үлкенде болса, бір сәбізде жетеді. Менде де осы сәбізім үлкен болғандықтан мен бір сәбізді пайдаланып, үккіштен өткізіп алдым. Енді оны табағыма салып қойдым да, енді келесі көкөніс қызылшаны суда пісіріп алып, суытып қойған едім. Оны да үккіштің ірі көзінен өткізіп дайындап алдым. Менің салатқа қосатын қызылшаларым орташа көлемдікте болғандықтан, екі қызылшаны ірі көзді үккіштен өткізіп алып, оны да өзімнің ыдысыма салдым. Міне үш қызылша, сәбіз және ақ капустамыз дайын болды майдалап туралып. Енді оған жарты шай қасықта тұздан себеледім және қара бұрыштан қостым. Енді сәбізді, қызылшаны, капустаны жақсылап қасықпен араластырып алдым. Ал сіздер қаласаңыздар қолмен араластырсаңыздар да болады. Енді дәмі одан да кереметтей болып шығу үшін оған мен бір бас сарымсақ пияздан қостым. Сарымсақ қысқыштан жақсылап өткізіп алдым. Сөйтімде оның дәмі сіңіп, дәмді болып тұру үшін салатты 5-10 минутқа демалдырып қойдым. Енді салаттың дәмі одан да дәмді болу үшін мен оған азырақ майонезден қостым. Міне салатымыз дайын болды. Ас болсын баршаңызға. Осындай кереметтей дәмді салаттар жасап көріңіздер. Видеоны көргендеріңіз үшін рахмет. Баршаңызға ас болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің видеом екенін хабарлап тұрады.